Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті қазақ елі, кеше жаңағы сиқыр жөнінде, үйге жасалған сиқыр жөнінде бір видео салған едім. Бүгін енді соның шешімі жөнінде мына видео. Алла насип етсе, иншалла, тағында видеолар сала береміз. Ендігі мәселе, егер үйіміз сиқырланған болса, үйімізде сиқыр болатын болса, не істеуіміз керек? Қалай тазалауымыз керек үйді? Сол жөнінде мына видео. Өте керекті видео, бауырлар. Жіберіп алмаңыздар. Ендігі мәселе, егер үйімізде сиқыр болса, кешегі айтқан видеодағы белгілер болса, не істеуіміз керек біздер? Ең бірінші, жақсылап ойлаңыздар. Ең бірінші, ауланы, бөлмелердің ішін қора бар ма, үйде талдар болса, талдардың жоғарысын, жамбасын, астын қазып, талдардың жаңағы, шамалда болса, азда болса, астын қазыпына, қоралардың ішін жаңағы бір жерлер тесіктер болса, сол тесіктерді қарап, қолымызға қолқап киіп алып, егер сол тесіктердің ішінде жаңағыдай қағаз, парақ, пакетке оралған сондай бір деңгейлер болса, қоршақ сияқты бір деңгейлер болса, ине болса, шеге болса, сол заттардың бәрін бір пакетке салып жинаңыздар. Үйден не тапсаңыздар, ауладан, үйдің ішінен, бөлменің ішінен, қораның іші бола ма, есіктің алды бола ма, талдың жоғарысы бола ма, талға ілінген бола ма, талдың түбінде көмілген бола ма, сол заттардың бәрін жинаңыздар, күдікті заттарды. Сөйтіп пакетке жинап алып келіңіздер де бір тазикті қоясыздар. Сол тазикке болса 7 рет Фатиха сүресін, 7 рет Ихлас, 7 рет Фалақ, 7 рет Нас, 7 рет Аятул Курсині оқып, дем салып, сол дем салатын адамда дем болу керек. Дем қандай адамда болады? Тақуа адамда болу керек. 5 уақыт намаз оқитын адам дем салу керек соған. Соған дем салып, сол пакетте заттардың бәрін соның ішіне салып, қолда қолқап болу керек. Соны бүйтіп жуып, сол суыменен алып, барып, ағып жатқан суға апарып төкіп тастау керек. Бір. Екіншісі, бөлменің іші болсын, қораның іші болсын, ауланың іші болсын, қанша мысыр заттар болса, бәрін жинау керек. Кимейтін киімдер, төсемейтін ескі төсектер, сол сияқты баяғыда қалып қойған жаңа күрткалар, сол заттардың бәрін, қалталарын тексеріп, жан-жағын тексеріп, іштерін тексеріп, ине бар ма, зат бар ма, сондай күдікті заттардың бәрін жинап алып, сол кезде қолда қолқап болу керек. Онда бір пакетке салып, дәл жаңағыдай қылып оқып, онда апарып аударып тастау керек суға. Сосын ана керек емес заттардың бәрін апарып бір жер көміп тастау керек. Одан кейін сосын болса келіп үйдегі төсек бар ма, кілемдер бар ма, бәрін жуу керек. Кілемдерін бәрін жудыруға беріп, жуып, үйдегі төсектерді бәрін тазалап, үйдегі киімдерің бар ма, шкаптар бар ма, шкаптардың іштерін бәрін ақтарып, ішінде қандай бір күдікті заттар болса, бәрін шығару керек. Шкаптардың ішінде болсын, қай жерде болсын, кілемдердің ішінде болсын, үйдің бәрін тап-таза қылу керек. Іште кілем бар ма, шкап бар ма, зат бар ма, бәрін шығарып, шкаптың ішіндегі заттарды шығарсаңдар болды, шкап тұра берсін иншалла. Сол заттарды шығарып, үйдің іші тек қана қол қалу керек. Содан кейін, сосын жаңа шығарған заттардың ішін бәрін тексеру керек. Кілем астын, жамбасын, төсектердің астын, жамбасын. Оның ішінен де жаңағыдай күдікті заттар тапсаңдар, оны да алып, жаңағыдай суға салып, дем салып, оны да апарып, суға аударып тастаңдар. Ол да сол суға жаңағыдай кетсін. Одан кейін сосын болса жаңағы жуға берген кілемдерді бәрін беріп болдыңдар ма, үй тыңнақтай тап-таза болды ма, қазір мен келесі видеоға тағы біреу салам. Себебі 5 минуттан аса, бір видео 5 минуттан аса жаңа тиктокке бармайды екен, сол сияқты келесі 5 минуттық тағы видео салам. Ол екінші бөлім болып есептеледі иншалла.